полициядан боламын. Ерке болам, бір видео шықты Каспийға. Мен сразу разберем, төлей сал, ладно? Аха, неге келеді о Каспийға, я? Я Каспий келеді. Все хорошо, аха, давай. Жақсы, да. Жақсы. Казахстан это то самое место. Мына видеоға звондап тұр ғой, короче, полиция. Адам сасыса, мына адамда түсіріп тұрған. Сен сасысаң, нормально сасы да адам құсап. По факту. Мына жерде паркинг тұрады жолдың бойында. Қабанбай Батыр, Фурмановадан өткен кезде Алма кафе, Фика, сол жерде мынау жолдың бойында паркингтер тұрады. Мына жерден мен резко оңға секіре алмаймын машинамен. Мен машинам ондай функциясы жоқ та. Резко оңға секіріп, мына полосаға түсетін. Мен мына полосаға түсуім үшін мен алдыға жүріп перестраиваться етуім керек. Соны көріп тұр да, мына жерден шыққанымызды қырқып алғанда, короче, и мына жерден перестраиваться еткенімізді де қырқып алғанда, как будто мен чисто автобусный полосамен жарты сағат, бір сағат бойы жүріп келе жатқан, встречамен жүріп келе жатқан салып қойған ғой. Бұл жерде бәрі сөйтіп кіреді, бәрі сөйтіп шығады да. Мен штрафын төлей сал деді, без проблем да, штраф жазып бер дедім, төлей салам да. Мынау да проблема. Еркебұлан өзінше заңға қарамай жүретін болып кетіпті ғой деген әңгіме да. Білмеймін, мынау мені танып, может менің хейтерім шығар, өйстіп видео салып жіберген да. Сасығанда да адам нормально сасу керек. Адам құсап, по факту сасу керек. Өтірік бүйтіп қырқып, мен де біраз нәрсе сасай аламын ше. Менің оған ұятым жібермейді да. Ұят та, ұят. Өтірік нәрсенің бүйтіп. Мынау бүйтіп жатыр. Мынау адам конкретно сасып, бүйтіп. Көт шұқылап қалған. Көтін шұқыладың ба? Есеп көрін. Бүйтіп сасып жүре береді. Сондай адамдарға айтатындай сасық. Қазір мына видео просмотр жинайды да. Бұл по-любому просмотр жинайды, Каспийға салып тастаған. Просмотр жинайды. Мен штрафын уже төлеп тастадым, жаңа келді уже. Штрафын төлеп тастадым. Бірақ бұл әлі наоборот жинайды да. Сөйтіп Еркебұлан мұндай. Соған әдейі мен қазір осы рилс салып жатыр. Бұл жағдай не болды? Мынаны көрген адам маған кірет жазады. Осы рилсті көріп алыңдар. Нормально, конкретно жақсы саситындар болады. Пайдасы бар сасықтаршы. Мынау пайдасы жоқ сасық тұр ма? Видеоны түсірген. Как будто мен заңға бүйтіп қоя салған адам сияқты болып қалдым да. Біз заңға бағынамыз ғой, біз нарушать етпейміз, жүреміз спокойно, тып-тыныш жүреміз, наглет етпейміз, гаи тоқтатса атып шығамын мен, бәрімен амандасамын мысалға. Сол репутацияма мына осындай зиян келтіріп жатыр да. Специально для Каспий кішкене тексеріп салыңдар, кішкене тексеріп, мән-жайды анықтап, қай жерде болған, қалай шықты, резко машинасы оңға секіре ала ма, солға секіре ала ма, соны біліп алыңдар. Бұдан кейін бұған көңіл аудармайын десең, бұл қазір оборот жинайды, Еркебұлан андай, Еркебұлан мұндай дейді да. Сол үшін осындай рилс достар, мен қазір точкама келе жатырмын. Қарауға қалай очередь. Мына жерде өмір қылып жіберіппіз ғой біз. Жабылды бірақ. Жабылып қалды, бүгін тоже ерте саттық бәрін. Достар. Че, қалай кім жеді? Жедіңдер ма оның атынан? Ожидание сонда енді. Дәмді нәрсені ұзақ күту керек. Ануарбек ака, сіз менімен кулачқа шықпайлы қойың, еркекші айыр үйрем амач. Шықсаңыз уже айыр үйрем бірдан. Мұдағы Марселді күтпеңген бірдан. Марселенок, по кулачке, мен саған тағы да айтайын, сенде шанс жоқ му? Түсіндің ба? Шанс жоқ, сенде конкретно қаша берме, қабылда, мұнда сөйлей берме, базар етіп. Сен айтып тұрмын ғой, сен ана организацияларға айт, кулачкадан шығатын болсам, мен сені натуре айыр жіберем. Сен білесің ғой мен стойкымды. Алдында минуткадан білесің, нормально ұйықтап тұрдың. Поплылына. Тыныш. Сенің ғой тыныш бол. Қабылдаш тек болды. Көрсетейін мен саған. Қалай? Айтшы. Тренировка бізде. Мынау, андай ғой. Серьезно. Андай ғой, қа уже профи, но деген, ойнамаңдар. Страшно бойлар жасап кетті. Райын деп тұр ғой, примерно, 10 раунд, 5 минуттан спарринг. конкретно ма? Все, бол. Бір білініп алдым, короче. Нарсыш. Мынау артқы сиденье, мына жерде бензин бак бар, короче. Осының несі, мотордан келіп тұрған бензиннің шлангысы шығып кеткен ғой. Ана бакка келіп тұрған шлангысы. Машина от алды. Бір кезде өшіп қалады ғой. Сөйтіп өшіп қалады да, сөйтіп бір бауырым шақырып келіп қалды қайта ше, ашып ананың ішінде қарасам бензин бактың несі шлангысы шығып кетті, моторға келіп тұрған ше.
содан өшіп қалған екен ғой. Ондай да болады екен. Я думал, бля, бак тесіліп қалды или бензин насос күйіп кетті ма деп ойлағанмын ғой. Бірақ бензин насос просто күйе бермейді ғой. Бензин болмаған жағдайда күйеді ғой негізі. Қайта абырой болғанда көшеде не болмады, вообще проблема болмады. Әйтсе біреулерге пробка создавать еткім келмейді да нақшы. Үй жақтан естеді да от алдырған кезде. Абыройым бар. Небір жерлерге кішкене бензиндер төгіліп кеткен ғой. Қайтадан салдық, орнына келтірдік. Вроде нормально. Можно ехать. Просто иістеніп кетті да кішкене бензин. И 1 литр бензин ақып кеткен ғой астынан. Анау ат жіберген кезде шлангысы. Нормально бар, алхамдулилля. Ондай да болады ғой енді. Техника ғой, көрдің бе? Сол үшін мен техникаға сенбеймін да, бауырларым. Мына жолға шыққым келетін, не себептен мен самолетпен барғым келеді. Мен машинаға, автобусқа вообще сенбеймін, бауырларым. Түсіндіңдер ме? И сол себепті самолетпен барғым келеді да, ешқандай проблемасыз ше. Қазір телефонсыз жүре алмайсың. Бір емес, 2 қызымның телефон ремонтқа түсіп қалған ғой. Бергелі. На қызымның. Сол, алып берші деп жылап. Қазір несін алып берейін деп жатырмын. Телефон. Олардың өзіне нормально ақша кетіп қалып ремонтта. Айфон ұстайды ғой бұларда. Айфон ұстайды да. Енді сол әне, қыз баланың көңілін қалдырғым келмейді. И то таныстар бар ғой менде, что жасап беретін ше. Сондай таныстардың барына шүкір, Аллаға шүкір. Ехтір кетіп жатыр, асығып баратыр телефонымда. Телефонсыз жүре алмайсың ғой қазір, әңгімен ашығы ғой енді. И так 2 күн ба, 1,5 күн ба ремонтта жатты телефонда. Өзім точкама кетіп баратын тамақ жеуге. Бургер жеуге өзім точкама кетіп баратын. Достар, осы уақытқа дейін актердің өмірін көрсетіп келе жатыр. Спортсменнің өмірін көрсетіп келе жатыр. Бүгіннен бастап мен бизнесменнің өмірін көрсетіп. Неге? Өйткені бүгін біз техническом режиме тоқ бургердің алғашқы точкасы Қызбаласта ашылды. Мен қазір точкаға барып жатырмын. Уже жұмыс істеп тұр. 3 ай жұмыс атқарды ғой, 3 ай. 3 ай бұрын бір точка шығып тұр деді да маған. Болды, алып қаламын. Ол кезде менде уже мида болған, мен бургер ашқым келеді, өйткені қалада енді менде бургердан фаворит жоқ болғаннан кейін былай ашқым келіп жүрген точка шығып қалды. И давай, 3 ай жұмыс жасалды. Мен ойламаймын ба, бір точка аласың, соның ішінде булочкасын пісіреді, котлетасын бәрін бүйтіп дайындап бере береді депші. Біраз адам сөйтіп ойлаған шығар, сөйтсем ондай емес екен. Мен точканы алып алдым. Ішіне ремонт баса кетті. 10 миллион кетеді, 10 миллион кетеді екен. Уашуға деп ойласам, сөйтсем цех алу керек. Цехта булочкасы піседі, котлетасы дайындалады, соустары дайындалады. Сондай цех алып, сөйтсем ақшаның барлығы сол цехта екен. 200-250 где-то квадрат цех алып. Дойша әр соусқа бір бөлме, котлетаға бір бөлме, нанға бір бөлме, иістер араласып кетпеу керек. Одан бөлек 17 миллионға печка алдым. 17 миллионға печка, ойлашы, мен бір жетесің ондай бағаларды. Тестамент деген тестаны айналдырады. Оның бағасы дейді 4,5 миллион теңге. В общем, ақшаның бәрі сол цехта кетеді. Бірақ бір цех 5 точканы параллельно қамти алады. И поварлар, команда өте мықты жиналды, Аллаға шүкір. Поварлар мықты, финансист мықты, юрист мықты. Адик жүрмін туған брачка, болғаншама жұмысты атқарыпсы. Инстаграмның өзі мысалға 8 апрель 19-ақ подписчик болған. 20 апрель 31.900 адам. Міне Ахматтары қандай өтті. Бәріне қызық. Бәрі бірге атсалысып ашылған. Атынан бастап логотипына дейін бәрі құрмандармен, фанаттармен ақылдасып отырып ашты. И қазір адамдар ана жақта жиналып жатыр. Ойлашы, өзім точкама кетіп баратырмын тамақ жеуге. Бургер жеуге өзім точкама кетіп баратырмын. 3 ай жұмыс атқарылды, 3 айдан кейін міне ашылдық. Қазір 3 бургер алып аламыз. Шүкір Аллаға. Бір осылай, бір сырный, маған горчичный. Мә, уже қаншама адамға дайындап жатыр. 11 000 теңге. 3 комбо шықты ғой, 3 комбо 11 000 теңге. Мен сол мен 5 жыл болды. Жиналып жатқан адамдар өздері келіп жатыр. Ешкімге айтқан жоқ. Мысалы, кейінде открытие ойбай грандиозный жасаймын деп, той сияқты адамдар шақырып, блогер шақырып бүйтіп жатқан жоқ. Соның өзінде Аллаға шүкір. Бургер дәммен қуаттан. Дәлелші сый. Міне ғой менікі горчичный. Қараш, жареный пияз, котлета, соус басқа ештеңе жоқ. Оның өзінде дәмі деген енді. Бақанде ренжімейсіздер ғой, сіздердің орындарыңызға отырып алған еді. Біздер сол жоқ еді, брат, отыра тұрайықшы. Не, брат, сендерге болады.